Мә оқырман, бүгін сіздерге осындай кесе демляма жасау жолын көрсетемін. Сәлем баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше әдіспен қонақтарыңызды қуантқыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең әуелі тағамыздың нанын жасап аламыз. Ол үшін бізге қажетті су және де бір дана жұмыртқамызды салып, тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ертілген сармайды құямыз. Кез келген сармай қолдана беруге болады. Оның үстінен еленген ұнымызды салып, әдемі қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіп салыңыздар. Және де қамырымыз біркелкі болғанша жақсылап илеп қойып қоямыз. Қамырымызды илеп болған соң, тағы да 10-15 минут үстін жауып қалдырып, 10-15 минуттан кейін тағы да бір қайтара илесеңіздер, қамырларыңыз осындай жылтырап әдемі болады. Жайғанға да ыңғайлы, қамырларыңызда біркелкі болып шығады. Міне қамырымызды екінші рет қайтарып, енді дәл осы қамырды теңдей 6 бөлікке бөліп, бетін жауып қоямыз. Қазір біз 6 кесе жасайтын боламыз. Міне барлығын осылай ең бірінші қамырын жасап, бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын жасауға кірісетін боламыз. Ең әуелі қызып тұрған майымызға 4 бұрышты етіп туралған етті салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Еттің суы шығып, сөлі бөлініп, жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, пиязды сарғылт түске енгенше тағы да жақсылап қуырып аламыз. Және де әдемі көріну үшін осылай сәбізді, картопты осындай әдемі ирелек пышақтың көмегімен кесіп шығасыздар. Сонда әдемі көрінетін болады. Картопты да осылай үлкен етіп турап алыңыздар. Және де жақсылап қуырылып болғаннан кейін дәміне қарай тұз, томат пастасы және де өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті салып, жақсылап қуырып алдым. Және де үстінен картоптың бетін жауып тұратындай етіп су құямыз. Баяу отта қақпағын жауып піскенше қайнатамыз. Бұл салмасы осымен дайын болады. Енді қамырына кірісеміз. Қамырын дәл осылай кішкене ұн сеуе отырып, орташа қалыңдықта жаямыз. Және де бізге кесе қажет болады. Осындай үлкендеу көлемдегі кесе, яғни пиала. Осындай пиаланы алып, үстінен қамырымызды қойып, осылай кесенің формасын беретін боламыз. Міне барлығын дәл осылай жасап шығасыздар. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер екен. Және де қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне кесеге дәл осылай жайғастырып алдық. Кесеміз сынбайды. Енді үстінен жұмыртқаны жақсылап жағып шығасыздар, біркелкі етіп, және де қалауыңыз бойынша күнжіт салуға болады. Осы сәтте пештеріңізді 200 градусқа қыздырып қойыңыздар. Шамамен 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. Енді ол әр пештің несіне байланысты, ыстықтығына байланысты. Не біздің кеселеріміз пісіп шықты, оңай алынады. Кішкене суғаннан кейін барып алсаңыздар болады. Осылай іші әдем болып пісіп шығады. Ол кезде біздің салмамызда дайын болып қалды. Енді салмамызды осылай ішіне салып, қонақтарға осылай жеке-жеке етіп ұсынсаңыздар, дастарханның көркі болады. Дәмі де өте ерекше. Бізге өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, төменге пікір қалдырып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.